Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын ойын ойнап көрейік. Оқушылар, бұл ненің дыбысы? Қалай ойлайсыздар? Тамаша, бұл адам іс-әрекеті арқылы пайда болған дыбыстар. Жарайсыздар оқушылар, керемет. Ендеше суретке назар аударайық. Тыңдап көрейік. Жарайсыздар балалар, сіздердің байқағандарыңыздай, біздің айналамыз әртүрлі дыбыстардан құралған. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабақта біз дыбыстар әлеміне саяхат жасаймыз. Сабақтың тақырыбы дыбыстың шағылуы деген не? Сабақтың мақсаты белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы мен таралу бағытын не өзгеретін және де дыбыстың шағылуы не екенін түсінетін боласыздар. Сонымен қатар зерттеу әдісін таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздейсіздер. Оқушылар, сіздер білесіздер ме, дыбыстың таралу ерекшеліктері болады екен. Олай болса, қазір бейнероликке назар аударамыз. Дыбыс ауада шамамен секундына 330 метр жоғары жылдамдықпен таралады. Найзағай бізден шамамен 1 километр қашықтықта пайда болса, біз оның дауысын көргеннен 3 секундтан соң естиміз. Себебі дыбысқа 1 километр қашықтықты жүру үшін 3 секунд уақыт қажет. Ал найзағай дәл осы қашықтықты жүріп өту үшін секундтың 100 миллионнан 1 бөлігін қажет етеді. Жолаушылар ұшақтарының көбісі ауадағы дыбыс жылдамдығынан сәл аз жылдамдықпен, ал әскери жойғыш ұшақтардың көпшілігі дыбыс жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен ұшады. Акустикалық толқындардың судағы жылдамдығы ауадағымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары, шамамен секундына 1,5 километрге дейін жетеді. Осылайша жарылыс дыбысы палубада орнатылған микрофонмен салыстырғанда кеменің су асты бөлігінде орнатылған микрофонмен тезірек тіркеледі. Қатты дене арқылы таралатын дыбыстың жылдамдығы одан да жоғары. Мысалы, металл темірде дыбыс 1 секундта шамамен 6 километр қашықтыққа таралады. Осылайша, құлағымызды рельске жақын қойып тыңдасақ, жіберілген пойыздың дыбысын оның ауа арқылы таралған дыбысынан гөрі әлдеқайда ертерек ести аламыз. Жарайсыздар оқушылар, ендеше дыбыстың таралуына байланысты бақылау жасап көрейік. Бізге ұялы телефон және де шыны ыдыс қажет болады. Қазір біз ұялы телефонда әуен қоямыз. Бос кеңістікте қалай шығады екен? Ал енді осы әуенмен шынының ішіне салып көрейік. Байқағандарыңыздай, дыбыстың дауысы шыны ыдыстың ішінде кедергіге ұшырап, дыбыс қаттылығы күшейе түсті. Ал енді оқушылар, біз дыбыстың таралу ерекшеліктерін білдік. Олай болса, дыбыстың шағылу дегеніміз не? Осы сұрақтың барысында бейнероликке назар аударайық. Дыбыс кедергіге соқтығысқанда өзге механикалық толқындар сияқты шағылуы мүмкін. Егер бұл бір рет шағылу болса және кедергі 10 метрден кем емес немесе соған шамалас қашықтықта орналасса, онда құлағымыз шағылған дыбысты және шығарылған дыбысты айыра алады. Жаңғырық осылайша туындайды. Жабық кеңістікте, мысалы спорт залында шағылысқан дыбыстық толқындардың көпшілігі қабырғаларда қабаттасады және дыбыс ұзағырақ уақытқа созылған сияқты әсер қалдырады. Дыбыс одан соң кейде 10 секундтан аспайтын мөлшерде біртіндеп бәсеңдейді. Бұл құбылыс реверберация деп аталады, яғни жаңғырықтыру. Жарайсыздар оқушылар, олай болса суретке назар аударайық. Негеш пен Эврика қайда жүр? Негеш не істеп тұр деп ойлайсыздар? Суреттегі сызықтар нені білдіреді? Балалар тағы қандай дыбыстарды естуі мүмкін? Ол дыбыс неліктен пайда болады деп ойлайсыздар? Шағылу деген не? Дыбыстың шағылуы мүмкін бе? Өз ойларыңызды айтып көріңіздер. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Орманда адасып кеткен адамның тұрған орын дауысына қарап анықтау қиын. Неліктен? Жарайсыздар оқушылар, керемет. Біз дыбыстың шағылуы туралы түсіндік. Ал енді шағылған дыбысты қалай естуге болады? Бейне көрініске назар аударыңыздар. Тықылдап жүріп тұрған сағатты шұңғыл тарелка ішіне қояйық. Ал екінші тарелканы құлағымызға жақындатамыз. Осы тарелкаларды дұрыс орналастырсақ,
сағат тықылы құлағымызға сағат тарелканың артында тұрғанда естіледі. Шұңғыл тарелка дыбыс толқындары үшін айна сияқты дыбысты фокусқа жинақтайды. Оқушылар, енді осы тәжірибені үй жағдайыңызда жасап көріңіздер. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Кемелерде судың тереңдігін өлшейтін арнайы құрылғы эхолот қолданылады. Құрылғы су түбіне дыбыс жіберіп, оның шағылып қайтқан уақытын есептеу арқылы тереңдікті анықтайды. Жарайсыздар оқушылар, керемет. Бүгінгі сабақтан түсінгенімізді SMS әдісі арқылы менің ұялы телефоныма кері байланыс жіберсеңіздер болады. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.